Дана Мырзалы 26 жаста Шымкент қаласында дүниеге келген. 17 жасында бизнес-маркетолог мамандығы бойынша оқуға түскен. 2019 жылы үздік аяқтаған. Шетелде 8 жыл тұрған. Жетістіктері: маркетинг саласында 4 жыл, 100-ден астам проектінің негізін жасаған. SMA маркетинг агентствосының басшысы. Клиенттері осы жылы 1 миллиардтан астам табыс көрген. 26 жасында 26 елді аралаған. Арма көзқарақты көрермен, ол кім бұл не бағдарламасы Астанадамыз. Бүгін бізде қонақта таргетолог, маркетолог Мырзалы Дана. Қош келдіңіз, Дана ханым. Сәлеметсіз бе? Көңіл-күйіңіз қалай? Бәрі жақсы, рахмет. Керемет. Енді сізбен біз түсінуіміз мүмкін. Таргетолог деген сөзді, маркетолог деген сөзді, бірақ біздің көрермен түсінбеуі мүмкін. Жалпы кеңінен түсіндіріп айта кетсеңіз, таргетолог деген кім, маркетолог деген кім? Таргетолог дегеніміз Қазақстанда Инстаграмда, Фейсбукта және де басқа да қосымшаларда, приложенияларда шығатын рекламаны істейтін адам. Жалпы енді айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Айналысып жүргеніме 3-4 жыл болды. Маркетолог ретінде 4 жыл болды, таргетолог ретінде 3 жыл болды. Екеуінің бір-бірінен айырмашылығы қалай? Таргетолог, маркетолог? Маркетолог дегеніміз бизнеспен клиенттің қарым-қатынасын дамытатын специалист болып табылады. Және де бізде маркетолог ретінде мысалы Coca-Cola'ны алатын болсақ, Coca-Cola ойлаған кезде адамда бірінші ойына жаңа жыл мерекесі есіне түседі. Ол маркетинг арқылы жасалады. Адамда осы бизнес сіздің клиенттеріңізге қандай эмоция беріледі, қандай түсінік беріледі, не елестетесің, сондай жақта. Таргетолог алатын болсақ, таргет ол реклама. Инстаграмда күніге әр адам кемінде 10 реклама көреді. Соны істейтін адам таргетолог болып табылады. Таргетолог, яғни әлеуметтік желіде, қателеспесем, қазір тілмен айтқанда историяда әрқайсында шығып отыратын жарнаманы таргетологтар жасайды. Оны жасау кәдімгідей бір қиын жұмыс па әлде қалай? Мысалы, бір таргет шығару үшін сіздің жеке өзіңіз қанша уақытыңыз кетеді? Мен уже профессиональный специалист болғаннан кейін, маған бір рекламаны жіберу үшін кемінде настройкасын жасау үшін 5-10 минут керек. 5-10 минут? Иә. Ең қиыны, ең көп уақыт алатын ол креативтер. Креатив дегеніміз ол рекламада шығатын фото или видео. Белгілі бір сайтпен жұмыс жасайсыздар ма әлде қалай? Фейсбуктың өзінде. Фейсбук арқылы сіздер Инстаграм желісіне солай реклама жібересіздер, жарнама жібересіздер. 5-10 минут уақытыңыз кетеді. Бір реклама жіберу үшін настройкасына, иә. Күніне жасырын болмаса қанша жарнама жасайсыздар? Күніне әртүрлі болады. Негізінде жарнаманың түсінігі бойынша күніне бір рет жіберсең, ол жарнама күшті результат көрсетіп жатса, сен оны теспейсің, ол жүре береді. Менде 1-2 клиент бар, біз оларға 1 ай бұрын рекламаны жасады, и әлі күнге шейін ол реклама жақсы результат көрсетеді. Яғни мен белгілі бір кәсіпкермін. Менің кәсібім жүру үшін сізге жүгінеме. Сізге осындай бір белгілі кәсібімді жіберем, фото, видеосын, оның барлығын өздеріңіз жасайсыздар ма әлде қалай? Ол кәсіпкер өзі жасатып беру керек па сіздерге? Әртүрлі болады. Егер де кәсіпкерде фото, видеосы бар болса, біз соны алып өзіміз монтаж жасаймыз, үстінен текст жазамыз. Егер де жоқ болса, өзіміз келіп 1-2 суреттер түсіріп, видео түсіріп, монтажын өзіміз жасаймыз. Ол қаржы жағы қалай болады? Мен сізге қанша қаржы беруім қажет, мысалы? Ол белгілі бір күн аралығында тұрады ғой, қателеспеймше. Қаржы бойынша, егер де таргетолог енді бастап жатса, начинающий таргетолог деп айтамыз ғой, олар айына... Жоқ, айына емес, мен мысалы кәсіпкер ретінде сізге жүгініп тұрмын. Сізге қанша қаржы төлеймін мен? Мысалы, осындай күн аралығында, белгілі күн аралығында болады ғой енді? Рекламаны жіберген кезде, ол белгілі күн аралығында емес, 1 айға. 1 айға, иә? 1 айға? Болады тестовый, бір апталық.
Ол начинающий таргетологтар істейді. Бірақ предприниматель ретінде рекламаны жіберген кезде ол бір аптаға емес, ол ай сайын. Не үшін? Өйткені күн сайын оған клиенттер келе бастайды. Таргет ол табыс көзі. Әр клиент ол табыс алып келеді. Если кәсіпкер сізге, біз рекламаны жібереміз, сізге күніге кемінде 10 адам келіп, сіздің товарыңызды или услуганы сатып жатса, сіз реклама таргетті өшірмейсіз. Жүре берсін, күніге ақша керек болса, почему бы нет деп айтады. Енді сіз жаңа сөзіңіздің басында айта кеттіңіз, мен кәсіби тұрғыда таргетологпын дедіңіз. Кәсіби тұрғыда таргетолог болу үшін қанша уақытыңыз кетті? Не болмаса, мен де таргет жағын бастайтын болсам, қанша уақытта кәсіби тұрғыда таргетолог бола аламын? Өте керемет сұрақ. Негізінде ол уақытқа байланысты ғана емес, тағы да қанша клиент болады сенде. Соған байланысты, опытқа байланысты, қанша кейстер болады. Менде әртүрлі оқушыларым бар. Біреу бар, таргетте 1 жыл бойы жұмыс істеп жатыр. Бірақ 1 жылдың ішінде 5-6 клиент қана болған. Тағы да басқа оқушым бар. Ол 2-3 айда 5-6 клиент алады. Олардың 2 айда 5-6 клиент, 1 жылда 5-6 клиент. Сондықтан бұл проекттерге байланысты, қанша проект аласын, қаншалықты ол жақта рекламаны дұрыс жасайсын, результат келетіндей, соған байланысты. Оқушы деп қалдыңыз, қазір демек сол таргетологияға байланысты сабақтар өткізесіз. Иә. Бұл ой қайдан келді? Бұл ой негізінде ұйықтап тұрған екен. Бүгін мен таргет бойынша оқытамын деген келген жоқ. Негізі өзімнің клиенттерім, кәсіпкерлер, өте ақылды адамдар. Олар маған келіп, Дана, неге біз саған ай сайын ақша төлей бергенше, біз өзіміз үйреніп алайық деп. Және де мен өзім таныстарым, студенттер, мен туысқандарым келіп, мен жаңа саланы үйренгім келеді. Бәрі таргет деп айта береді. Ол не ол? Деп спрос келген кезде мен оқыта бастадым. Жалпы таргетолог деген дүниені толық мамандық деп айта аласыз ба? 2-3 жылда қолданысқа толық маман ретінде оқытылу солай енеді деп ойлайсыз ба біздің қоғамда? Иә, өйткені негізі басында айтып кеткендей, таргет ол бизнестің табыс көзі ретінде табылады. Әрбір бизнес ашылған кезде бірінші керек адам, специалист, ол таргет. Не үшін? Ол саған клиенттерді алып келеді. Және де егер де бизнесте бір нәрсе болып қалса, қаржылар аз болса, сокращение деп айтады ғой. Сол кезде копирайтерді, дизайнерді алып тастау мүмкін. Бірақ таргетолог ең соңғы алынатын маман иесі дейсіз ғой. Өйткені ол клиенттерді алып келеді. Демек, сіздің ойыңызша осы алдағы 2-3 жылда енді солай таргетолог мамандық иесі болып енеді. Әлде еніп қойды ма қазір? Қазірдің өзінде еніп қойды деп айтамын. Өйткені таргетолог ретінде бум 3 жыл бұрын басталды. Сол уақыттан бері қазірде көп кәсіпкерлер уже түсіне бастады, что егер де клиент керек болатын болса, оны таргет арқылы тез, эффективно и оңай табуға болатын. Жалпы енді сіз кәсіби тұрғыда таргетолог ретінде енді жасырын болмаса айына қанша табасыз? Не болмаса енді бастап жатқандар қанша табады? Енді бастап жатқандар ол жұмыс уақытына байланысты и қанша проект ала аласың. Әр проект бір айға 100 000 теңге тұрады. И ары қарай математика. Если 5 проект алатын болса, 500 000 табасың. Профессиональный таргетологтар, действующий таргетологтар, олар 200 000, 300 000 ала береді. Демек, айына 500 000-нан бастап табады. Демек, күніге осылай жасайтын жарнаманы жіберіп отыру керек қой, күніге ма, әлде бір рет жіберіп қоясың, сол бір ай бойы айналымда болады ма? Бір рет жібересің, егер де сен рекламаны результат алып келіп жатса, оны тиіспейсің. Егер де результат алып келмесе, сен оны қайттан жібересің. Негізі таргет сиқырлы таяқша емес, негізі. Бұлай істегеннен сразу результат пайда болмайды. Ол жақта анализ жасайсың, көресің, сен бизнесінде
рекламаны жүрген кезде сен өзің көресің. Результат алып келіп жатса, сен клиенттің кәсіпкер оған результат ұнайтын болса, реклама тұрады. Если результат жоқ болса, сен оны ауыстырасың. Кейбір кезде болады, біз 3-4 рет жібереміз рекламаны. Сол кезде біз уже түсіне бастаймыз, қайсы жұмыс істейді екен. Жалпы енді қазір өзіңіз көптеген адамдарға таргетология бойынша үйретіп жатырсыз. Енді өзіңіз қайдан үйрендіңіз? Өзім негізі мен Европада оқығанмын, маркетолог саласында. Негізі мамандығыңыз қандай? Қандай мамандық бітірдіңіз? Бизнес-маркетолог. И маркетинг етіп қарайтын болсаң, ол өте обширный профессия деп айтуға болады. И сол кезде мен өзіме бір узконаправленный, бір нақты профессия іздедім и таргетке келдім. Бізде университетте оқыған кезде бізде базасын берді таргеттің. Одан кейін мен өзіме тоже курс арқылы, онлайн курс, украинский курстарды оқыдым, российский курстарды оқыдым. Қазақстаннан тоже бір-екі таргетологтардың курсын оқыған болатын. Еуропада бізден қарағанда ілгері кетіп қалған ба таргетология саласы? Әлде қалай? Негізінде ол жақта таргет басқаша жұмыс істейді. Бізге қарағанда негізі былай айталам, Қазақстанда таргет жіберген өте тиімді Еуропадан қарағанда. Өйткені бізде реклама арзан тұрады. Ол жақта бір клиент саған жазу үшін или номерін қалдыру үшін примерно $25-30 кетеді. И соның өзінде олар қуанады, $25-30 ғана. А бізде ол 10 есе аз. Бізде $2 $800 теңгені бір клиент сатып алу үшін. Мен ойымша Қазақстанда өте тиімді қазір рекламаны жіберген үшін. Өйткені жыл сайын реклама қымбаттай береді. И тағы бір айырмашылығы, Европада рекламаны жіберген кезде олар напрямую сатпайды. Олар алыстан келіп 8 рет реклама көрсеткеннен кейін өзінің товарларын ұсынсын. А бізде Қазақстанда тура сата берсең, адамдар тура ала береді негізі таргеттен. Таргетте жалпы менің түсінігім бойынша белгілі бір аудиторияға жіберіледі. Мысалы сен, мен енді өзім білуімше әлеуметтік желіде көрермендер де білетін шығар, киім іздейтін болсаң, сенің автоматты түрде таргетіңе киімдер шыға бастайды. Ол қалай? Негізі таргет жүрген кезде, таргет вообще не мағынаны білдіреді? Таргет мақсат деген мағынаны білдіреді, ағылшынша тілінен аударғанда. Тир ойнағансың ба? Иә. Тир ойнаған кезде біз ондыққа мақсаттаймыз ғой. Таргет жүрген кезде тоже біз ол жақта жынысын, адамның жасын, интерес, хобби бәрін қосамыз. И біз можем тікелей ондыққа мақсаттан етіп целевой аудиторияға рекламаны жіберуге. Тағы да бір түрі, негізі Инстаграмның алгоритмі, Фейсбуктың алгоритмі өте мықты. Соны анықтап береді демек, е? Анықтап береді. Сенде болған ба, мысалға, достармен жүрген кезде айтып жүресің ғой, вот киім алу керек еді ғой деп. И сразу сол күні сенің Инстаграмнан сол киім шығады. Ол алгоритм бойынша жұмыс істейді. Мысалға қазірдің өзінде мен сізбен сөйлесіп жатқан кезде мен телефоным естіп жатады. Инстаграм естіп жатады. Мен не айтып жатырмын? Если мен клубника в шоколаде жегім келіп жатыр дейтін болсам, маған Инстаграмнан сол рекламасы шығады. Енді таргетте кейде бір адамға зияны бар дүниелерді де жіберіп жатады. Ондай дүниелерде бір өзіңіз жеке басыңыз бір таргетология бойынша бір бизнесті алатын кезде бір шарттарыңыз бар ма? Белгілі, мен мынандай. Мысалы, құмар ойынға көбісі білуімше ала бермейді деген секілді ғой. Сол секілді. Негізінде тек қана менің емес, маған ұнайтыны Фейсбуктың өзінің правилалары бар. Адамға зиянды нәрселерді рекламаға жіберуге болмайды. Ол блокқа жібереді. Құмар ойындық, дискриминация, тағы да финансовая пирамида деген бәрін рекламада жіберуге болмайды, правила бойынша. Бірақ мошенниктардың рекламасын тоже жіберуге болмайды. Ол сразу
өшіріп тастайды. Бірақ кейбір адамдар бүйтіп жанынан келіп, прям напрямую емес, бірақ жанынан келіп жанамалап келіп жасайды, иә, бәрібір. Иә. Қандай қиындығы бар бұл саланың? Қандай қиындығы? Таргетолог ретінде ма? Таргетолог ретінде ол бірінші очередь сен кәсіпкердің ақшасымен жұмыс істейсің. Сен реклама жүрген кезде ол саған айтады, вот рекламаға айына 200 мың бере аламын. 200 мыңға реклама жібересің, и сен басқа адамның қаржысымен жұмыс істегеннен кейін сенде ответственность болу керек. И кейбір кезде қорқасың, біреудің ақшасы ғой, қазір реклама жіберем, болмай қалса ше, клиент келмей қалса ше. Вот, сол қиыны негізінде. Бірақ, если сен таргетті жақсылап оқысаң, түсінсең, оның бәрін игеріп алып кетесің, иә? Иә. Мен енді білуімше таргетологтар алған сол жарнамаға бөлінген ақшаны толық өз қалтасына кетпейді. Себебі белгілі бір суммада долларға айналып, фейсбукқа төлейді. Ол жағын түсіндіріп берсеңіз. Таргетолог жұмыс істеген кезде ол өзінің услугасына ақша алады. Одан бөлек бюджетке кәсіпкердің өзі төлейді. Қалай болады? Ол фейсбукқа өзінің банковский карточкасын қосады. Таргетолог ретінде мен ол банковский карточкасын білмеймін. Мен оның соңғы 4 номерін ғана білемін, болды. Фейсбуктың өзі напрямую сол кәсіпкерден ақшасын алады. Фейсбук ешқашанда көбірек ақша алмайды. Ол ақша алған өзінде счет фактурасын бәрін тікелей көрсетіп отырады. Жаңа айтқан бойынша бір мәселені айтып кетейін. Таргетологтар, начинающий таргетолог 100 мыңнан алады деп айттым ғой таргетті. Ол баға Астана бойынша. Басқа қалаларда одан азырақ. Мысалға Шымкентте енді бастап келе жатқан таргетолог 50 мыңнан алады. Батыста тоже. Алматыға келетін болсақ, ол жақта тоже енді бастап келе жатқан адам таргетолог 100 мыңнан бастап алады. Менің таныстарым бар таргетологиямен айналысатын, бірақ олар толық бір таргетологияны өзіне мамандық ретінде күніге бір таргетологиямен айналыспайды. Олар таргетологияны бір мамандықпен айналысып жүрсе, соны жанама ретінде алып жүреді. Иә, ондай да бар. Ол саланың оңайлығы ма, әлде қалай? Негізі саланың оңайлығы деп айтуға болады. Мен профессионал ретінде маған оңай болып көрінеді. Бірақ негізінде көп уақыт алмайды. Мен жаңа айтқандай, сен бір реклама жүрген кезде сен оны күту керексің. Как минимум 3 күн. Какой-то анализ істеу үшін. Сол үшін 3 күн бойы сен ешнәрсе істемейсің. Бір рет жібердің, 2-3 сағат алуы мүмкін. Фото, видеоны жасаймын дегенше, реклама жіберем дегенше, одан кейін 3 күн демаласың. 3 күннен кейін сен оны анализдерді көресің. Егер де рекламаның результаты жақсы болатын болса, сен солай қалдырасың. Сол үшін қосымша ретінде таргетті тоже алып жүруге болады. Енді біздің көрермендерге таргетология бойынша тайға таңба басқандай түсіндіріп бермесек те барынша түсінік бердік енді. Енді маркетологияға тоқталатын болсақ, мен енді таргетология бойынша өзімнің сұхбат барысында да байқаған шығарсыз, түсінігім бар, кішігірім білем, бірақ маркетология бойынша ешқандай хабарым жоқ. Сол туралы айтып берсеңіз. Негізі маркетинг, таргет маркетингтің ішіне кіреді. Бір бөлігі. Маркетинг тек қана социальный сеттерде емес, Инстаграм бізде, ТикТок, ол жақтағы емес, алдында айтып кеткенде клиенттің қарым-қатынасы. Ол может билбордтарда болуы мүмкін, имейлдарда, почтада, обратная связь, сервистің өзі маркетинг. Если клиент сен магазинге кіретін болса, кірген кезден бастап уже маркетинг тоже басталады. Сен билборд кірген кезде магазинге не жазасың, қандай түсте, оның бәрі маркетингке кіреді. Сен бизнесіндегі сотрудниктарын қалай сөйлеседі, қандай информация береді, оны тоже маркетингке жатқызуға болады. Маркетингті жалпы толық сала деп айтуға негіз бар, иә? Ол оқытылады кәдімгідей.
жоғарғы оқу орындарда. Иә. Сіз енді Европада оқып келгеніңіз бойынша Қазақстанмен салыстырып көрдіңіз ба? Қазақстан мен шетелдің маркетингін қалай? Негізінде бізде салыстыратын болсақ, Қазақстан мен Европаның маркетинг бізде көбінесе маркетолог ол средний бизнесқа или үлкен бизнестерге, бізде көп малый бизнес. Малый бизнесте бізде маркетинг жоқ. Иә, мысалы бізде қарапайым Астана, Алматыдан бөлек басқа ауылдарда енді шыны керек бизнес бастап жатқан халықтың көбісі тіпті маркетингтің не екенін де білмейтін шығар. Себебі оны қажет етпейтін секілді. Әлде қалай? Қажет етеді ме? Мен сенімен келісемін негізінде. Егер де малый бизнес болатын болса, енді бастап келе жатса, бірінші бизнес үшін ол табыс. Таргеттің өзі, таргет Инстаграм жүргізу жетеді. Егер де стабильно жұмыс істеп жатса бизнес и средний бизнеске ауысатын болса, сол кезде маркетолог керек. Маркетолог уже тікелей Инстаграмда не жазу керек. Клиент біздің компанияны ойлаған кезде қандай ойлар келу керек. Қалыптасады, ой қалыптасуын бойынша сол маркетолог керек. Енді бастап жатқан кезде маркетологтың қажеті жоқ деп ойлаймын. Маркетолог бойынша Қазақстанда жұмыс жасап көрдіңіз бе? Маркетология саласы бойынша? Маркетология саласы бойынша жұмыс істеп көрдім. Қалай? Негізінде маған онша ұнаған жоқ. Неге? Мен өзім Европада оқығаннан кейін Европада жұмыс істедім маркетолог ретінде. И Қазақстанға 2 жыл бұрын келген кезде бірінші рет жұмыс істеген кезде маған ұнамады. Өйткені ол Шымкентте болған болатын, бір медицинский центрінде, үлкен медицинский центр. Бізде көбінесінде маркетолог жақсы түсінбейді. Мен маркетолог болып өзім компьютермен жұмыс істеп отырмын, ешкімге тиіспеймін. Бірақ ананы алып кел, мынаны алып кел, ананы істе, мынаны істе. Маған тікелей қатысты емес жұмыстармен жұмыс істеген үшін маған ұнамады өзіме. Одан кейін мен көбінесе фрилансер ретінде жұмыс істедім. Таргетолог ретінде әртүрлі клиенттерді алып, мен өзіме ыңғайлы жұмысыма үйде жұмыс істеп, ноутбукпен любой қалада, любой мемлекетте жұмыс істеп, қалаған уақытында жұмыс істеп. Сол үшін мен өзіме фрилансерский өмірді таңдаған болатын. Біздің қоғамға қазір маркетологтар қажет пе? Әлде біздің бірінші бизнесімізді дамытып алу керек пе? Одан кейін қажет бола ма маркетолог? Маркетолог қажет, әрине, средний бизнеске. Әр специалисттің өзінің спросы бар. Таргетологқа спрос бар. Средний бизнесте де, малый бизнесте де, большой бизнесте де таргетологқа спрос бар. Ол реклама жіберетін адам. Маркетологқа оған тоже спрос бар. Бірақ ол средний бизнестен бастап. Жалпы түсінікті. Енді тағы да бір сұрақ қоя кетейін. Бізде қазір Инстаграм желісі кезінде ВКонтакте болды, одан кейін қазір енді Инстаграмның қасында WhatsApp желісі бар, әлеуметтік желілер. Енді дәл қазіргі уақытта қоғамда кеңінен етек жайып келе жатқан ол TikTok. TikTokта таргетология бойынша қалай жарнама жасауға бола ма? Әлде оның өзін игере алу қажет пе? Негізінде таргетті бір рет үйреніп алсаң, TikTokқа да жіберуге болады, TikTokқа да жіберуге болады. Өзінің нюанстар бар, айырмашылығы Instagram мен TikToктың рекламасында. Бірақ базасы, скелеті бірдей. Бір минусы TikTokта біз рекламный аккаунтты басқа жақтан сатып алу керекпіз. И және де TikTokқа реклама жүрген кезде ол жақта сен қаланы таңдай алмайсың. Сен реклама жіберетін болсаң, бүкіл Қазақстан бойынша жүресің. Қымбатқа түсетін секілді, Инстаграмнан қарағанда. Себебі TikTokта бір жіберілген жарнама, қателеспесем, ұзақ уақыт тұрады. Және ол жаңағыдай емес, өзіңіз біліп тұрсыз, барлығына ортақ бірдей шығады. Мысалы, мен өзімнің TikTokымды ашатын болсам да, қасымдағы адамның да TikTokын ашатын болсам, сол жарнама шығады. Бірақ ол жақта тоже алгоритм үйреніп келе жатыр. Бәрібір Қазақстан бойынша көрсеткенімен, если сенің видеоңда Астана деп жазылатын болсан, көбінесе Астанадағы адамдар саған заявка тастайды, либо саған жазады, сайтына өтеді. Алгоритм үйрене бастайды.
онда Астанадағы адамдарға көрсету керек деген сияқты. TikTokта реклама арзанырақ келеді, бірақ ол Қазақстан бойынша көрсеткен бойынша. Және де TikTokқа реклама жүрген кезде ол жақта күніне кемінде $30 бастайды. Күніне. Барлық кәсіпкерлер оған $30 күніне төлей алмайды. $10, мысалы, если бір айға рекламаға бюджет 150-200 мың болатын болса, Инстаграмда жіберген дұрыс деп ойлаймын. Және де TikTokта реклама жақсы ойнайды, жақсы істейді, бірақ ол нишаға байланысты, әртүрлі бизнестерге байланысты болады. Если сенің бизнесің онлайн обучение, онлайн товарлар, онлайн услуга болатын болса, TikTok рекламасы тоже жақсы болады. Жалпы түсінікті. Енді біздің көрермендердің арасында осы таргетке маркетология бойынша қызығатын адамдарға айтатыныңыз? Таргетке маркетологияға қызығатын адамдарға айтатыным, бірінші бастау керек. Бірінші мақсат қою керек. Біріншіден не үшін, мысалға материалдық болатын болса, или өзінің самореализация болатын болса, бірінші мақсат қою керек өзіне. Мақсаттан кейін уже әрекет басталады. Мақсат демекші, таргетологиямен айналысып жүретін адамның мақсаты қалай болады? Мысалы, журналистикада мен енді өзім мысал ретінде келтіріп жатырмын. Журналистиканың шыңы деп өзім есептеймін. Мысалы, телевидение саласында жүру, белгілі бір саясатқа араласу деген секілді. Сол секілді маркетологтың не болмаса, сол таргетологтың мақсаты қандай? Олар үшін жалпы шың қалай? Шын қалай болады? Мен алатын болса, мен фрилансер ретінде бастадым. Өзім клиенттерді ала бастадым. Одан кейін уақыт келе маған көп адамдар келе бастады. Мен уже аламайтын едім. Адамдар келетін еді, вот мен 200 мың последний ал таргет жіберіп берші. Менде уже 10 клиент болғаннан кейін мен уже аламайтын едім. Соны түсіне бастап, екінші шын, ол агентство ашу болды. Өзімде маркетинг агентство аштым, қасымда таргетологтар, таргеттан басқа услугаларды қоса бастадым. SMM, контекстная реклама, TikTok реклама. И ол жақта проекттер бар, команда бар, бәрі жұмыс істеп жатыр. Екінші шын ол обучение. Мен айтқандай, спрос келе бастағаннан кейін, мен уже обучение өте бастадым. Ал үшінші шын? Үшінші шын бәрін стабильно қойып қою, операционканың шығу и предприниматель ретінде болу. Негізінде таргетологтың карьерный росты бар. Мен өзім айтқан сияқты агентство обучение. Немесе таргетолог болып жұмыс істеп, обучениеға кету мүмкін. Және де бір үлкен плюс таргетолог ретінде маған ұнайтыны. Сен таргетті білетін болсаң, сен любой бизнес аша аласың. Өйткені сен бірінші табыс көзі таргетті білесің. Сен өзің қалай бизнесін жүргізу үшін сен уже білетін боласың. Менде тоже бизнес болған, аксессуарный, аксессуарлар сататын едім әртүрлі әшекейлер. Ол кезде ең бастысы таргет еді. Таргет жіберіп, спокойно Инстаграм бойынша сата береді. Жалпы енді таргетология бойынша біраз бизнестің қыр-сырын үйреніп аласың дейсіз ғой. Иә. Таргетолог болу үшін қандай жабдықтар қажет негізінен? Мысалы, кез келген саланың өзінің белгілі құралдары болады ғой сол секілді. Таргетолог болу үшін көп нәрсе қажет емес. Ең бастысы ноутбук, телефон және интернет болды. Түсінікті, жалпы біздің көрермендерге де түсінікті болған секілді. Таргетология бойынша, маркетология бойынша. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге болған мен Жұмахан Бексұлтан және бүгін бізде қонақта болған таргетолог, маркетолог Мырзалы Дана. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.